have a sing along. You need to know that I'm a writer. Tonight we gonna set the İyi бәріңе салам достар, сіздермен болған мен Хамстер KZ. Бүгінгі видеода біз қалай превью жасауды үйрететін боламыз. Превью. Енді сіздер, короче, Pixellab программасына кіресіздер. Кіреміз дағын. И міне қазір кіреміз. Мен бұл емес. Короче, бірақ бірінші сіздер мына Chromeға кіріп, мына Chromeға кіреміз. И мына жерге фон деп жазамыз. Фон деп жазғасын, міне қазір бүйтіп шығады. Картинкиді ашамыз да. Міне істеміз. Короче, қазір мен картинкиді басам. Мен өзім телефонмен түсіріп отырмын. Қазір мына жерден фон таңдап аласыздар. Мен мысалы мынаны таңдағым келіп тұр. Жоқ, бұның астында жазуы бар. Мен мынаны таңдаймын достар. И осын басып тұрасыздар да скачатты басамыз. И ол төбесіне скачат етіледі. Сіздер Pixellab'ға кіресіздер. From Gallery басамыз да. Міне қазір шығады. Міне бағана фонымыз. И мына импортта басамыз. Мен қазір мына жерден мынаны алам. Өзімнің міне кішірейтем. И міне кішірейтіп болдым. И енді мен қазір міне короче қалай ема достар. Ана бәрі құртылдау деймін. Короче сохранить етеміз осы. Жоқ. Короче мен қалай превью жасайды деп көрсетейін. Жоқ, міне қазір қалай жоқ болмайды. Қалай превью жасайды. Міне короче міне бүйтеміз. Блин, достар, ұзын болып кетті-ау деймін. Басқасын таңдайық. Мен мынаны таңдағым келіп тұр. Міне короче Cancel'ды басам. Бүйтіп кішірейтем. Міне қалай жоқ. Қалай превью жасайды. Міне үлкейтем. Міне істедік. Енді сохранить етем. Saviyasi ималген басамыз да. Save to Gallery деп басамыз. Болғасын міне қайттан бағанағын таңдайын енді мен. Болмай қалды дұрыстап. Міне қосылды. Импортты басастырды сіздер. Міне мен бағанағыны адамды таңдайым. Короче, мынаны кішірейтем. Міне короче қалай превью жасайды. И міне кішірейттік. Короче мына адамды қойып қоямыз жанына. Мынаны да кішкене кішірейтеміз. И міне өте әдемі превью болып шықты. Saviyasi imалген басамыз да. Save to Gallery.
болсымен видеоны лайк басып каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Hamster KZ. Видеоны лайк басып каналға тіркеліңіз. Ал ендеше сау болыңыздар.